Кеген ауданында 5,5 мың гектар жер Қытай компаниясына берілмейді. Шетелдіктер онда тек зерттеу жүргізіп жатыр. Ал құнды металл көзі табылған жағдайда алдымен халықпен келісіп алады. Бұл туралы Алматы облысы әкімі Мұрат Сұлтанғазиев Астанада өткен брифингте айтты. Айта кетейік, жергілікті тұрғындар осындай мәселе көтеріп президенттен көмек сұраған еді. Әкімнің сөзінше, шетел компаниясына зерттеу жүргізу үшін заңды еш кедергі жоқ. Өйткені лицензия бар. Дегенмен бағалы металл көзі табылса, тек қоғамдық тыңдаудан кейін ғана рұқсат берілетіні не берілмейтіні шешіледі. Сондай-ақ АЭС құрылысы туралы да айтты. Оның айтуынша, біріншісінің 2028 жылы салына бастайды. Бүгінде ол жерде үлкен ауылында шамамен 1700 тұрғын бар. Оларға өтемақы немесе қандай да бір экологиялық төлемдер мәселесі қарастырылмаған. Өйткені зияны туралы нақты қорытынды жоқ. Сондай-ақ жылына 100 миллиард теңге салық түсіріп тұрған казиноларға да тоқталды. Сөзіне қарағанда, әкім мырза құмар ойын орталықтары жайында жақсы білетін болып шықты. Тіпті кіру жарнасына дейін айтып берді. Тек қалталы азаматтар ғана біледі, өйткені ол жақта біріншіден төлем құжатын сұрайды, екіншіден оған қаражат керек. Кемінде $500 дейін. Оны көрінген адам кіре алмайды. Казиноның басшыларымен сөйлескенде, олар айтады, бір 300-400 ғана адам бар дейді, тұрақты келетін. Сол қалғанның бәрі келіп кеткен туристер.